Сәлем алтындар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз қалай? Ал бүгінгі келіп жеткен 15 сәуір дейінші. Қазақтың мейрамы, орыстың мейрамы емес. Әйтеуір мейрам десең, ойбай, қазақтың мейрамы емес деп жалбыз шығатын еді. Енді осы от души қазақтың мейрамы деп от душинан айтайыншы. Ал бүгінгі келіп жеткен 15 сәуір, қозы көрпеш, баян сұлу, ғашықтар мерекесі құтты болсын. Ал енді кім қандай подарка алды, гүл алдыңыздар ма, не істедіңіздер? Жалпы бұл мерекені атап өтетіндеріңіз бар ма? Енді біздің құлаққа үйреніп қалған құлаққа 8 март қой, 8 март болды, туған күн, сондайларды да. Ал мынау қазақтың мейрамы дейміз ғой, қозы көрпеш, махаббат мерекесі. Біз енді бұны біреудің статусына көріп қалып, бүгін 15 сәуір демесек былай ұмытып кетеміз ғой. Ал бірақ біз бүгін 15 сәуірді семейне атап өттік. Бүгін жолдасым айтты, бүгін не дейсің, нені қалайсың, соны жасаймын деп. Сода менің көптен бері барғым келіп жүрген енді Алматыдағы бауырдақты айтпай қояйын енді. Алматыда тұратындарыңыз бар ма? Бауырдақты жегенде де арманда, жемегенде де арманда ғой. Осы диетаға кіргелі бері әйтеуір аузым тынбай жатыр деймін ба. Содан бүгін күйеуім айтқанымды жасаймын, қайда апарсаң сонда апар дейін деп, сөйтіп бала шағамыз салып алып, манағы өзімнің армандап жүрген, көптен бері жегім келіп жүрген бауырдаққа барып, қарнымызды тойдыртып алдық. Солай қарнымызды тойдыртып алып, енді Алматы жастардың қаласы дейміз ғой. Жастардың қаласының ішіндегі, оның ішіндегі, Алматының ішіндегі Арбатқа бір кірмесең болмас. Соңғы рет әйтеуір бойдақ кезінде келген екенмін мына Арбатқа. Адам деген лық толы, ішін деген от душинан аралап, балалық кездегі, студент кездегі кездерді еске алып, әдемі бір демалыс болды десем болады. Басқа ұлымның арманы орындалды десем болады. Менің емес, ұлымның арманы орындалды ғой. Біресе мороженое жеймін деді, біресе анау ойыншық керек деді, біресе анау керек деді, мынау керек деді. В общем, қалағанын жасатып алды ғой. Солай мороженейін да алды, керек ойыншығын да алды. Солай баламның арманы орындалды, кішігірім. Солай от душинан қыдырып, сосын қой құрсын, ұмытпайын, басқа диетамды ұмытпайын, жаттығуымды ұмытпайын деп үйге келіп жаттығуымды әрі қарай жалғастырдым. Шаршап тұрсам да қой құрсын жасауым керек деп өзімді не істеп әйтеуір итермелеп әйтеуір жаман, бірақ қыздар деген денемнің бәрі ауырып жатыр ғой. Енді көптен бері жаттығу да жасамағаннан кейін, ештеңе жасамағаннан кейін денем деген қатып қалған ғой. Қазір мынандай болып тұрмын ғой, отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын дегенде болып тұр ғой. Аяғым іске аспайды, қолым іске аспайды дегендей жаман денелерінің бәрі ауырып жүр. Енді бұл жайлап не істейтін шығар. Бүгін бір 20 минуттай ғана жаттығу жасадым, бірақ ұмытқан жоқпын. Мен біліп өйстіп жаттығу бастағалы бері менің пайқағаным, мен нанды көп жейді екенмін. Тұтың деп наннан ұстап алғансың ғой, көп жейді екенмін нанды ше, әсіресе таңда нанды көп жейді екенмін. Сол нанды азайту керек болды. Бүгін уже 3-ші күн ба, қыздар кәдімгідей жеңілдеп қалыппын ғой. Маған оң әсерін беріп жатыр десем болады. Қатты қуаныштымын әрине. 3 күнде осындай результат болса, 30 күнде білмеймін.